Мақсатыңызға жеткіңіз келсе өмірде өз-өзіңізден еш нәрсе күтпеңіз. Адам өзіне мақсатпен бірге өзіне үмітті тағы қояды. Яғни сіз белгілі блогер боламын, тағы да әнші боламын деген сияқты мақсат қойдыңыз. И сол мақсатыңызбен қатар өз-өзіңізге үлкен үмітті тағы артасыз. Мен дұрыс сөйлеуім керек, мен сахнада дұрыс тұруым керек, дұрыс жаңағы қимылдауым керек, дұрыс әрекет жасауым керек деген сияқты. Сонда сіз өз-өзіңізді мақсатыңызға жетем деп еркіндігіңізден айырасыз. Өзіңізден күшті ақылдарды, күшті сөздерді, өзіңізден керемет идеяларды, күнделікті продуктивный болғаныңызды, күнделікті пайдалы, күнделікті керемет болғаныңызды өз-өзіңізден күтесіз. Ал сіз ондай бола алмайсыз, себебі адамның энергиясы идеал деген категорияға сай келмейді ешқашан. Энергия ол аумалы-төкпелі, біресе артық, біресе кем деген сияқты. Сол себепті сіз өз-өзіңізге үміт арту арқылы сіздің бүкіл энергияңыз әрекет жасауға, болашағыңызды жасауға емес, сізді жөндеуге кетеді. Бұлай жүре берсеңіз өз-өзіңізді қысасыз, өзіңіздің мақсатыңыздан өзіңіз қашасыз, өзіңіздің жолыңыздан өзіңіз қашасыз. Бір қарасаңыз, я мақсат жоқ, я әрекет жоқ, ішіңізде өзін кінәлау, өз-өзінен көңілі қалу деген сияқты. Сіздің әрекетіңіз ол идеалды болмау керек, ол жай ғана әрекет болу керек, мейлі қандай болмасын. Сіз кішкентай дүние жасасаңыз да өз-өзіңізден идеалды жасауды күтпеу керексіз, қандай болмасын. Сол кезде ғана сізден шығатын әрекет, сізден шығатын энергия еркін ағады. Ал еркін аққан энергияға еркін нәтиже келеді.